Құрметті жақсылар, мен сіздерге ең керемет 3 мағлұматты айтып кетейін деп шештім. Адамның жүзі нұрланған туралы көретін болсақ, біз оларға қызығып қараймыз. Міндетті түрде бүгінгі тақырыбымыз адамның жүзі нұрлану туралы болмақ. Адамның жүзі ең керемет нұрланудың бірінші негізінде бұл Меккедегі Қағба тасына құлшылық жасамасаңыз да, қарап отырсаңыз да адамның жүзі нұрланады екен. Демек, оның өзіне қарап отырғанның өзі құлшылық екен, құрметті ағайындар. Және де екінші шарты негізінде сіз Құранға қарап отырғаныңыздың өзі адамның жүзін нұрлануға себепші болады екен. Немесе қария адамдарды байқаңыз, адамның бір қызығатындай өздерінің жүзінде нұрлы бейнелері болады. Олардың өмір жастары ұзақ болсын, өйткені олар тірі жүрген Құран емес пе? Яғни үшінші шарты барлықтарыңызға ұнайды, құрметті достар, ата-анаға тафаккур, яғни оған ойланып, жүзіне қарап отыратын болсаңыз да, кез келген азамат және азаматшалардың жүзі нұрланады екен. Ата-аналарыңыздың өмір жастары ұзақ болсын. Құрметті ағайындар, елімізде нұрлы жүзді жандар көбейе берсін. Екі дүние жақсылығын тілеймін. Сіздермен байланыста болған Әлишер Сапарбекұлы. Сау, саламатта болыңыздар.